жатыр сыйлайтын бүгін сәтті күн саған ол күлімдеп билейді көңілдерінің елжірейтін бүгінген бақытты күн бақытты аңсалайық қуана қол соғайық әнімен қандай бірге қосылайық бақытты аңсалайық қуана қол соғайық әнімен қандай бірге қосылайық әнерен шашу шашақтың бүгін той бүгін сәтті ақ тілек жолдайтын қуана күліп ойнайтын бүгінге бақытты күн бақытты аңсалайық қуана қол соғайық әнімен қанмен бірге қосылайық бақытты аңсалайық қуана қол соғайық әнімен қанмен бірге қосылайық бақытты аңсалайық қуана қол соғайық әнімен қанмен бірге қосылайық бақытты аңсалайық қуана қол соғайық әнімен қанмен бірге қосылайық Қайырлы күн, құрметті студенттер, оқытушылар және де аса қадірменді көрермендер. Добрый день, уважаемые студенты, преподаватели и дорогие гости. Сіздерді Евгений Арсалбеков атындағы Қарағанды университеті студенттер сарайында көріп отырғанымызға қуаныштымыз және баршаңызды бүгінгі мерекелеріңізбен халықаралық студенттер күнімен шын жүректен құттықтаймыз. На протяжении 2 месяцев с октября по ноябрь наши студенты соревновались в творческих конкурсах, участвовали в марафоне талантов. Рахмет, өте дұрыс айтасың, ал бүгін жүректердің лаулы, кеудеге сыймай дүрсілдеп, жасалған еңбектің нәтижесіне тағы бір мәрте куә болатын күн. Ендеше бүгінгі біз дарындыны іздейміз 2022 байқауының марапаттау салтанатына қош келдіңіздер!
Праздничная церемония закрытия творческих конкурсов – одно из ярких мероприятий. И сейчас мы начинаем торжественную церемонию объявления результатов и награждения победителей творческих конкурсов. Олай болса, біздің жеңімпаздарымызды марапаттамас бұрын университетіміздің талантты да өнерлі жастарына осы аталмыш байқауға қатысқандар үшін тағы бір мәрте ерекше қолдау, қошемет көрсетсек. Жарайсыздар, бұл сайысқа қатысудың өзі де үлкен ерлік деп білеміз, солай емес пе дейсіз? Дұрыс айтасың, Еркебұлан, бұл байқауға жалпы 140-тан аса дарынды студенттеріміз қатысқан болатын. Ал бүгін осы дарындылардың ішінен ең нағыз мықтыны анықтап марапаттайтын сәт. Құрметті байқауға бағын сынап қатысқан қатысушыларымыз сайыс болғандықтан жеңіс бар жерде жеңіліс қатар жүретінін ұмытпаңыздар. Бастысы қандай орын алсаңыздар да бойларыңыздағы дарындарыңызды сөндірмей, ары қарай шыңдалып, шарықтай беріңіздер деген келеді және тағы бір қошеметтеріңіз болсын барша қатысушыларға. Жалпы бүгін біздің сахнамызда, бас сахна залында факультет студенттері мен оқытушылары, басқарма мүшелері және университет ректоры Нұрлан Орынбасарұлы Дулатбеков те қатысып отыр. Тағы бір шымақтарыңыз болсын. Құрметті көрермендер, құрметті байқауға қатысушылар, естеріңізге сала кетейік, байқаудың шарттары бойынша факультет байқаудың бірнеше номинация түрлеріне қатысушыларда ұсынған болады. Ол байқау шарттары: Хореография, вокал, инструментальное исполнительство, халық музыкасы, театральное искусство, фристайл, конкурс ведущих шоу-программ. Олай болса, бүгінгі марапаттау рәсімімізді бастайық. Құрметті көрермендер, марапаттауымызды бастаймыз. Ең алғашқы марапатталатын номинация ол хореография номинациясы. Жеңімпаздарды марапаттау үшін сахна төріне жарқын халық би ансамблінің солисі Шайбілік Назымды шақырамыз. Құрмет, қошеметтеріңіз болсын. Шабалаққа тырақсылар, құрметті достар. Мінекей құрметті көрермендер, марапатталатын сәтке де келіп жетті. Олай болса, жүлделі 3-ші орын иегері шет тілдер факультеті қазақ биі Амандықова Анеля, Келгенбаева Дина. Жеңімпаздарымызға деген құрмет қошеметтеріңіз болсын. Қаттырақ шапалақ соғайықшы. Шет тілдер факультеті Амандықова Анеля, Келгенбаева Дина, 3-ші орын. Әрі қарай, тағы да 3-ші орын. Химия факультеті Ұйғыр биі Бөжиев Ақнұр, Брали Мөлдір, Тұрғанғали Нұржанат, Қаржаубай Арайлап. Және де құрметті көрермендер, айта кетейік, диплом иегерлеріне біздің университет атынан ақшалай сыйлық. 3-ші орынға 5.000 теңге, 2-ші орынға 8.000 және 1-ші орынға 10.000 теңге беріледі. За занятое второе место награждается экономический факультет «Уйгурский танец». Рауан Мадина, Султанбекова Аида, Акбарова Амина и Казикенова Аяула. Экономика факультетінің студенттері. Орындарыңыз құтты болсын, алдыға жалғастырамыз. Тағы да жүлделі 2-ші орын иегері заң факультетінің студенті Аскерова Севиль. Мінекей құрметті көрермендер, қолдауларыңыз естілмейді, қару! Ал бізде келесі кезекте 1-ші орын иегері. 1-ші орын иегері шет тілдер факультеті Нұрлан Айданов марапатталады. Қаттырақ қошемет қолдау көрсетіп қояйық.
Тағы да құрмет қошеметтеріңіз болса. Құрметті жеңімпаздар, тағы да естелік суретке түссеңіздер және сахна төріне жайғасаңыздар болады. Бір естелік сурет болсын. Жеңімпаздарымызға тағы бір мәрте құрмет қошеметтеріңіз болсын, көрермендер. Барша қатысушыларымызды құттықтай отыра біз марапаттауымызды әрі қарай жалғастырамыз. Келесі кезекте «Балдия» номинациясы бойынша жеңімпаздар марапатталады. За занятое третье место награждается химический факультет «Вальс». Победителям вручается диплом лауреата, денежная премия в размере третье место 5000 тенге, второе место 8000 тенге и первое место 10 000 тенге. Келесі кезекте бізде екінші орын иегері. Екінші орын иегері тарих факультеті. Вальс. Тарих факультеті студенттері, екінші орын. Баршаңызды құттықтай отыра келесі кезекте жүлделі бірінші орын. Бірінші орын иегерлері математика және ақпараттық технологиялар факультеті La Passion Титова. Құрмет қошеметтеріңіз болсын. «Балдия» номинациясы бойынша жеңімпаздар математика және ақпараттық технологиялар факультеті La Passion Титова. Жеңімпаз факультеттерге тағы бір қошеметтеріңіз болсын, құрметті достар. Жеңімпаздар сахнада қалса, ал біз әрмен қарай келесі номинацияны айтатын болсақ, келесі номинация бізде хореография заманауи би. Жүлделі үшінші орын. Дене мәдениеті және спорт флешмоб бимен. Дене мәдениеті және спорт факультеті қайдасыздар? Дәл сондай флешмоб бимен химиялық факультет. Флешмоб би химия факультеті. Жүлделі үшінші орын. Өте керемет, кәнеке құрметті көрермендер. Және тағы бір үшінші орын иегері ол педагогикалық факультет. Рич Хёрц Битова марапатталады. Педагогика факультетіне деген құрмет қошеметтеріңіз достар. Құрметті достар, ал бізде жүлделі екінші орын иегерлері. Екінші орын алған үшін марапатталатын шет тілдер факультеті Битова, композиция интро, Рахманова Инава, Кергенбаева Дина, Нұрлан Айдана, Амандықова Амелия, Бегай Лана. Құрмет қошеметтеріңіз. И долгожданное первое место награждается химический факультет, танцевальная группа композиция «Рухна Ару». Химия факультетіне деген құрмет қошеметтеріңіз болсын. Құрметті достар, бізде тағы бір екінші орын алған факультет Титова, ол физика техникалық факультеті. Bright Stars Титова, екінші орын. За занятое первое место награждается факультет математики и информационных технологий, танцевальная группа Black Dance. Black Dance Титовына деген құрмет қошеметтеріңіз. Бірінші орын иегерлері. Барлық номинация жеңімпаздарын естелікке суретке түсіп сахна төріне жайғасуларын сұрайды.
Кешіріңіздер, сахна төрінде қалады екенсіздер, тоқтаңыздар. Қошеметтеріңіз болсын, құрметті көрермен. Дорогие друзья, для всех нас танцевальное поздравление от студентов первого курса факультета математики и информационных технологий, победителей, обладателей первого места в номинации «Хореография. Современный танец» группа Black Dance. Встречайте! Black Dance People. She's just a friend now, then why don't we call her? So you wanna go on with someone to do all the things you used to do to me? I swear I know you do. So take me out in your fancy car and make out in the rain. And when I ring you up, don't know where you are till I hear her say your name. Used to sing along when you play guitar, it's a distant memory. Hope she treats you better than you treated me. Why did I bother? Tell me how many more times does it take to get smarter? Don't need to deny the hurt and the lies and all of the things you did to me. I swear I know you did. Now you take her out in your fancy car and break out in the rain. And when she rings you up, she know where you are, but I know different day. Now she sings along when you play guitar, make you brand new memories. Hope you treat her better than you treated me. I'm onto you, with you. I'm not your number one, I saw you with her, kissing and having fun. If I give me all of your money and time, I'm not gonna see you wasting mine on you, yeah, you. Shower the yours, I'm done, I'm done. Shower the yours, I'm done. Shower the yours, I'm done, I'm done. Give me all of your money and time, I'm not gonna see you wasting mine on you, yeah, you. Shower the yours, I'm done. And now you take her out in your fancy car and make out in the rain. And when she rings you up, she know where you are, but I know different. Now she sings along when you play guitar, making brand new memories. Hope you treat her better than you treated me. I'm onto you, yeah, you. I'm not your number one, I saw you with her, kissing and having fun. If you give me all of your money and time, I'm not gonna see you wasting mine on you, yeah, you. Shower the yours, I'm done, I'm done. Shower the yours, I'm done. You get told, shower the yours, I'm gone. You give me all of your money and time, I'm not gonna see you wasting mine on you, yeah, you. Shower the yours, I'm done. Танцевальная группа Black Dance. Еще раз ваши аплодисменты, друзья. Еще одно поздравление от прекрасной Айданы Нерлан, студентки первого курса факультета иностранных языков, обладательницы первого места в номинации «Хореография. Народный танец». Встречайте нашу победительницу.
мың бұралған дейшілерімізге тағы бір құрмет қошеметтеріңіз болсын, достар. Ал біз марапаттауымызды әрі қарай жалғастырамыз. Келесі бізде халық музыкасы номинациясы домбырада ойнау. Халық музыкасы номинациясы жеңімпаздарын марапаттау үшін сахна төріне студенттер сарайының сарын халықтың фольклорлық ансамблінің жетекшілері Жансая Еңілікқызы Досымжанова және Камила Самат шақырылады. Қошеметпен қарсы бірінші кезекте біз жарқын өнер көрсеткен үшін деген номинациямен шығаратын боламыз. Ендеше бұл номинация жеңімпаздары шет тілдер факультеті Ермағамбет Талшын, шет тілдер факультетінің студенті Ермағамбет Талшынға деген қошеметтеріңіз болсын. Жарқын өнер көрсеткен үшін философия және психология Мәжитов Әлібек. Философия және психология факультеті. Келесі кезекте жүлделі 3-ші орын иегерлері. Химия факультеті Қабдолла Айсұлу. Филология факультеті Омар Аян. Құрметті қошеметтеріңіз болсын, құрметті достар. Сондай-ақ 3-ші орын иегері экономика факультеті Саби Әділбек. Жүлделі 3-ші орын иегері тарих факультеті Қаршыбай Қарақан. 3-ші орын иегерлеріне қолдау болса, құрметті көрермен. Келесі кезекте бізде жүлделі 2-ші орын иегерлері. 2-ші орын химиялық факультет Квартет Мұрагер, Балтабай Ахнұр, Егінбай Диляра, Дүйсенбаев Жаслан және Қабдолла Айсұлу марапатталады. Қанекей қару, құрмет қошеметтеріңіз болсын. Және де тағы да бір 2-ші орын филология факультетінде және оның студенті Амантай Айзада. Филология факультетінің студенті деген құрмет қошеметтеріңіз. Халық музыкасы номинациясы домбырамен ән айту номинациясының жеңімпазы. Жүлделі 1-ші орын иегері тарих факультетінің студенті Рашидов Қазыбек. Құрметті жеңімпаздар, сахнадан келмесеңіздер, біз келесі номинацияны айтатын болсақ, және де бізде келесі номинация халық музыкасы домбырамен ән айту. Және бұл номинацияда жүлделі 3-ші орын иегері философия және психология факультеті Нұрлыбаев Ғасыр. Орын иегері химиялық факультеті Жеңіс Аяру. Қанекей құрметті достар, барынша қолдау көрсетіп отырсақ қатысушыларымызға. Домбырамен ән салу номинациясының жеңімпазы, жүлделі 1-ші орын иегері филология факультетінің студенті Сәкен Алдуға. Сәкен Алдуға деген құрмет қошеметтеріңіз. Алып барлық жеңімпаздар, 3-ші, 2-ші, 1-ші орын жеңімпаздар естелікке суретке түсіп, сахна төріне жайғасаңыздар.
Barcha jеңімпаздарға деген құрмет қошеметтеріңіз болсын достар. Баршаңызға рахмет. Барлық жеңімпаздарды біз шын жүректен құттықтаймыз. Естілкі сөйтке түсіп, орындарыңызға отырсаңыздар, құрметті біздің жеңімпаздарымыз. Бұл домбыра 9 перне тағылған, естіген жан үнін аңсап сағынған, тарта білсең дұрыс қойып тиегін, кеңітеді көңілдің көк жиегін. Олай болса, домбырасын дәріптеп, көңілдің көк жиегін кеңіткен домбырашыларымызда сахна төрге құрмет қошеметпен қарсылайық. Қиқылдап шапалақ соғып қойыңыздар. Қошемет қолдап, қошемет соғып қойыңыздар.
құрметті көрермендер, ал біз ары қарай жалғастырамыз. Рахмет, Абай атамыз әннің ұлылығын сонау кезде айтып кеткен, ал ән салуды машық еткен, ән салу арқылы айналасын өзіне ғашық еткен университетіміздің күміс көмей жезтаңдай әншілерін марапаттау үшін сахнаға әлеуметтік мәселелер және жастар саясаты жөніндегі департаменттің директоры Марғұлан Уәлиұлы және студенттер сарайының жастар вокалдық студиясының солисі Серік Темірланды шақырамыз. Құрмет, қошеметтеріңіз болсын. Құрмет, қошеметтеріңіз біздің қара қылды қан жарқан әдіқазыларымызға. Итак, мы начинаем награждение, номинация «Вокал». В номинации «За яркое выступление» награждается факультет иностранных языков Жанабай Нурай. За яркое выступление награждается факультет философии и психологии Сманов Ансат. Ваши аплодисменты, друзья! За яркое выступление награждается факультет философии и психологии Нургалиев Нурлы. За яркое выступление награждается факультет философии и психологии Алпуспаев Турсунхан. За яркое выступление награждается факультет физической культуры и спорта студенческий хор. Ваши аплодисменты, друзья! Ал біз марапаттауымызды жалғастырамыз. Жүлделі 3-ші орын иегерлері. Заң факультеті Байкенов Тайыр 3-ші орын. Тағы бір құрмет, қошеметтеріңіз болсын. Байкенов Тайыр 3-ші орын иегері. Сондай-ақ жүлделі 3-ші орын иегері Шет тілдер факультеті Сәметұлы Едібай. Үшінші орын иегері философия және психология факультетінің студенті Иманова Агерке. Құрмет, қошеметтеріңіз біздің жүлделі 3-ші орын иегерлеріне деген. За занятое второе место награждается факультет иностранных языков Сакен Гүлнур. За занятое второе место награждается факультет химический Жумадила Акжан. Екінші орын иегерлерін шын жүректен құттықтаймыз. Ал келесі жүлделі 1-ші орын иегерлері. 1-ші орын иегерлері педагогика факультеті Саргова Александра. Тағы бір 1-ші орын иегері биология география факультетінің студенті Алтынбек Бейбарас. Құрмет, қошеметтеріңіз болсын. Бірінші орын иегерлері Саргова Александра, Алтынбек Бейбарас. Барша жеңімпаздарды естелік суретке түсуге шақырамыз. Қанекей, құрметті достар, вокал номинациясының жеңімпаздарына деген құрмет, қошеметтеріңіз болсын. Сіздердің қошеметтеріңізбен жеңімпаздарымызды өз орындарына жайғасуларын сұраймыз.
Құлақпен кіріп бойдалар, жақсы әнмен тәттігі, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең, менше сүй. Сахнада вокал номинациясының бірінші орын иегері, педагогика факультетінің бірінші курс студенті Александра Сардова миллион голосов әнімен қарсы алыңыздар. Похожи, разные пути, но ты пришел в этот мир один. Люди ведь знать не могут, что где-то впереди, но ты пришел в этот мир один. И когда мы ищем ответы, поднимая взгляд в небеса, первого места в номинации «Вокал». Студент первого курса филология-географического факультета Билибарас Алтынбек с песней «Адам болып жаралған соң». Встречайте! Ötken kündür bizimde
Sesinde olmasın armandayım adam bu adam bu zarardan son benim mutlaka batırım canım mutlaka acırsın kara kalp göz eyledim kara göz kovan çarşın kara kalp göz eyledim kara göz kovan çarşın Келесі кезекте бізде аспапта ойнау шеберлігі номинациясы. Және бұл номинациясы бойынша жеңімпаздарды марапаттау үшін сахнаға Марқұлан Уәлиұлын және Камила Саматты ду қол шапалақпен шақырайық. Итак, мы начинаем награждение. За занятое третье место награждается факультет физико-технический. Тыныштыков Нурислам. Физика-техникалық факультетте қошеметтеріңіз болсын. Жүлделі екінші орын. Заң факультеті Каиль Роман. Және де екінші орын. Экономика факультеті Ертулаева Галия. Екінші орын жеңімпаздарына деген қошеметтеріңіз. И за занятое первое место награждается факультет иностранных языков Положев Роман. Келесі кезекте бізде вокалдық аспапта ойнау шеберлігі номинациясы. Және де үшінші орын иегері
тарих факультеті Аталбекұлы Оразбек және Берікбай Дінмұхаммед. Жүлделі екінші орын иегері физика-техникалық факультет Жарова Жанель. Жүлделі екінші орын иегері философия және психология факультеті Искаков Ислам. Құрмет қошеметтеріңіз, достар. Және де бізде жүлделі бірінші орын иегері. Бірінші орын иегері экономика факультеті Сәби Әділбек Серкалиевич. Барлық жеңімпаздар естелікке бір рет суретке түссе және сахна төріне жайғасса суретке түсерін жақсады. Давайте еще раз поздравим наших победителей и аплодисментами проводим их в зал. Сахнада аспапта ойнау шеберлігі номинациясының бірінші орын иегері. Шет тілдер факультетінің бірінші курс студенті Роман Балашевтың Witchet Game композициясы. Қарсаңыздар!
инструментальное исполнительство. Студент первого курса экономического факультета Адильбек Саби. Зажигательные композиции «Маленький Брейди». Встречайте! Başlar. Cause I'm begging, I'm begging, begging you. Put you out of hand now, baby. I'm begging, begging you. Put you out of hand now, darling. Riding high when I was a kid. I played it hard and fast and I was everything. You walked away, you want me there. But easy come and easy go and hold on. And so anytime I feel you let me know. So anytime I feel you let me go. Anytime I feel see you come back then just let me go. Oh my knees begging you. Yeah, yeah. Da-da-da-da. I'm begging, begging you. Put you out of hand now, baby. I'm begging, begging you. Put you out of hand now, baby. Da-da-da-da. Әділет Сафиға деген құрмет қошеметтеріңіз болсын достар. Ал Диас, жалпы мынау әр факультеттің өзіндік қолдаушылары, көрермендері келіп отқандығын білеміз. Я дұрыс айтасың, олай болса, көрермендермен бір кішігірім ойын ойнасақ. Олай болса, қай факультеттің көрермендері ең мықты екендігін анықтаймыз. Қазір біз факультет атауын атаймыз, ал сіздер соған сай өз қолдауларыңызды көрсетсеңіздер. Олай болса, біз бастаймыз. Сәл тыныштық сақтайық. Біз айтқан факультет тұрып шапалақ ұрса. Олай болса, физика техникалық факультетінің көрермендері. Математика және ақпараттық технологиялар факультеті. Жарайсыздар, әрі қарай. Педагогика факультеті. Келесі экономика факультеті. Дене мәдениеті және спорт. Өте керемет. Ал құрметті достар, осынау сайыстың басынан бері, яғни біз дарындыны іздейміз 2022 байқауының ең мықты көрермендері деп мен айтар едім. Шет тілдер факультеті. Құрметті достар, неге мен шет тілдер факультетін ерекше атадым? Себебі бұл факультет көрермендері біз дарындыны іздейміз 2022 байқауы басталған сәттен бастап қай факультет өнер көрсетсе де бірінен қалмай келіп отқан болатын. Олай болса, шет тілдер факультетіне деген құрмет қошемет болсын баршамызға. Ал бізде
биология, география факультетін шапалақ. Жарайсыздар, ары қарай. Келесі факультет химия факультеті. Өте керемет. Ал келесі кезекте филология факультетінің көрермендері. Тарих факультетін шапалақандай болады. Және де заң факультеті. Yes, мінекей көріп отырмыз, баршамыз көріп отырмыз. Біз дарындыны іздейміз 2022 байқауына қатысқан бірінші курс студенттерінің осындай көрермендері, осындай қолдаушылары бар бірінші курс студенттері бақытты шығар, иә? Я дұрыс айтасың, шыны керек. Барлық факультеттердің шапалақтар ерекше, олай болса, бүкіл факультет бірігіп, бір-біріңізге қолдау ретінде қошеметтеп қояйықшы. Барша факультет қолдаушыларына алғыс білдіреміз, ал біз марапаттауымызды осындай керемет көңіл күйде ары қарай жалғастырамыз. Сонымен, театр ол киім-ілгіштен басталады деген сөз бар. Театр мәдени орын, сұлулық пен сыршылдыққа тәрбиелейтін орта. Тарихи киноларда театрға бару сән салтанат, онда отырудың өзі мәдениет екенін көреміз. Киген киімдері де, сөйлеген сөздері де қандай әдемі дерсіз. Ал сол әдемілікті жеткізе білу нағыз шеберліктің нәтижесі деп білеміз. Я дұрыс айтасың, Еркебұлан, сол әдемілікті жеткізе білген жеңімпаздарымызды марапаттау үшін сахнаға студенттер сарайы шабыт клубының жетекшісі Жұман Мейрамбек, студенттер үйінің директоры Бектас Жұманды және танымал рэпер контент Алтынбеков Азат Мұратовичті доғыл шапалақпен шақырайық. Театр өнері номинациясының жеңімпаздарын марапаттайтын студенттер сарайы шабыт клубының жетекшісі Жұман Мейрамбек. Жүлделі 3-ші орын иегері химия факультеті Казахстанская лаборатория. Қазақстан лабораториясы химия факультеті 3-ші орын. Жүлделі 2-ші орын иегері физика-техникалық факультеті Махаббат қызық молы жолдар. Екінші орын иегерлері физика-техника факультеті Махаббат қызық молы жолдар. Және де жүлделі 1-ші орын иегері биология география факультеті Париждан Махаббат, Жайлауды Сұлтан, Насихат Қызәлләзи, Нұрапбай Несібелі, Құрманбай Мұхаммед, Ашрифхан Ғабиден, Бейсенбаева Алина. Құрмет, қошеметтеріңіз достар. Биология география факультетіне деген құрмет қошеметтеріңіз болсын. Ал келесі көркем сөз, авторлық өлең номинацияларын марапаттайтын студенттер үйінің директоры жас ақын Жұман Бектас. Жүлделі 3-ші орын иегері математика және ақпараттық технологиялар факультеті Талтаева Дариға. 3-ші орын. Үшінші орын иегері филология факультеті Шыкырбай Аружан. Және тағы бір 3-ші орын филология факультетінің Медет Назира. Жүлделі 3-ші орын иегерлеріне деген құрмет қошеметтеріңіз болсын. Жүлделі 2-ші орын иегері филология факультеті Тажмағамбетова
Құрмет қошеметтеріңіз болсын. Тәжімағанбет Фариза, екінші орын иегері. Және де құрметті көрермендер, көркем сөз номинациясы бойынша жүлделі бірінші орын иегерлері. Математика және ақпараттық технологиялар факультеті Мұқағали оқулары. Математика және ақпараттық технология факультетінің дарынды студенттеріне деген құрмет қошеметтеріңіз болсын. Және де көркем сөз номинациясының жүлделі бірінші орын иегері философия және психология факультетінің студенті Құрақбай Мирас. Құрмет қошеметтеріңіз болсын. Көркем сөз оқу номинациясының жеңімпазы Құрақбай Мирас. Келесі номинация бізде авторлық өлең номинациясы. Жүлделі екінші орын иегері химия факультеті Төлегенова Ахмет. Және де авторлық өлең номинациясы бойынша бірінші орын иегері. Химия факультеті Оразбай Сандуғаш. Бізде келесі кезекте авторлық ән фристайл номинацияларын марапаттайтын танымал рэперіміз Азат Мұратович. Үшінші орын физика техникалық факультет Көшекулов Ануар. Авторлық ән номинациясының үшінші орын иегері физика техникалық факультетінің студенті Көшекулов Ануар. Және де авторлық ән номинациясы бойынша жүлделі екінші орын иегері философия және психология факультетінің студенті Болатов Яс. Авторлық ән номинациясының жүлделі бірінші орын иегері педагогика факультеті Корнеева Валерия. Және де құрметті көрермендер, келесі номинация фристайл. Фристайл номинациясының жеңімпазы шет тілдер факультетінің студенті Мәдениет Іңкәр. Бірінші орын иегері. Фристайл бойынша жалғыз жеңімпаз. Шет тілдер факультетінің студенті Мәдениет Іңкәр. Және де келесі сөз кезегі танымал рэперіміздің. Добрый вечер, студенты нашего дорогого и любимого университета. Как вы знаете, все эти 2 месяца я сидел в составе жюри. Я видел абсолютно всех участников, которые проходили сегодня и в течение этих 2 месяцев через эту сцену. Хотел бы отметить, что данные поощрительные призы исходят лично от меня. Это не решение судей. Здесь стоит понять, да, что это субъективное мнение. Но давайте узнаем, согласны ли вы со мной. Друзья, от наших друзей с РРК Синема, от моих личных партнеров, они выдают билеты ребятам, которые мне особенно понравились. Вы готовы их услышать? Итак, Бейбарыс. Бейбарыс у нас кто? Алтынбек Бейбарыс.
Прошу, пожалуйста, на сцену. Алтынбек Бейбарыс. Мои личные фавориты получают по 2 пригласительных билета в Сарыарка Синема на абсолютно любой фильм в абсолютно любое время. Мирас. Құрақбай Мирас. Роман. Балашев Роман. Ильяс Роман. Хорошо. Следующий. Александра. Сардова Александра. Алкальбек. Экономка. Балашев Роман. И Алкальбек. Хорошо. Друзья, всем спасибо. Сәби Әділбек. Если вы согласны со мной, пожалуйста, поаплодируйте нашим ребятам. Сәби Әділбек. Друзья, это мои 5 личных фаворитов. Спасибо вам большое. Я 2 недели сидел в жюри. Я выбирал ребят самых творческих. Эти 5 человек не являются единственными. Среди всех наших студентов я отобрал около 20 ребят, которых хочу пригласить на выступления на мероприятия городского и областного уровня, которые я буду устраивать сам. Вот эти 5 человек лично меня тронули за душу. Друзья, спасибо вам большое. Надеюсь, вы довольны вниманием. Сізге де рахмет, Азат Мұратович. Ендеше құрметті біздің жеңімпаздар барлықтарыңыз тағы да бір суретке түссеңіздер, естелік ретінде және де сахна төріне жайғассаңыздар. Қошеметтеріңіз болсын. Театр өнері номинациясының жеңімпаздарына деген құрмет қошеметтеріңіз болсын, құрметті достар. Естелік суретке түсіп болған болса, өз орындарыңызға жайғасуларыңыз сұралады, ал біз әрі қарай жалғастырамыз. Алдарыңызда өз өнерімен түйім жұртты тәнті еткен көркем сөз оқу номинациясының жеңімпазы, философия және психология факультетінің 1-ші курс студенті Құрақбай Мирасты Мұқағали Мақатаевтың Шәмілә өлеңімен қарсы алыңыздар. Көп қошеметтеріңіз. Шәмілге жазған хатта. Шәмілем, қал жағдайымды білсен еді, білмеймін, қайтерімді кім сен еді. 17-імде өшіріп алған отам, қайтерем, қайта қарып жүрсе мені. Бір дертке ұшырадым бұл күнімен, қоштастым сауығыммен, күлкімменен. Жүрегім жерік болған жағдайы бар, бір пәле жатыр білем бүлкілдеген. Аңтығып, аңқалменен, көңкілменен жеткізіп, айту қойын қор тілменен. Бүгін маған 20 керек болып жүр, алдымда хор қызының іркілмеген. Белгілі саған менің алғастығым, сабырсыз аузы күйген алғастымын. Кетемді алдыменен үрлеп алам, асы шайды аузыма алмас бұрын. Ойласам талай қырып асыппын, досым деп доңызбен де мұндасыппын.
Şamileu, қалыңдастан қалған сенің қайтемін. Ғашықпын мен, шын ғашықпын. Ғашықпын деп білдірмедім, белгілі, білдіргенім, бүлдіргенім. Жарым етіп, жайдың оты шашылғанда, жалт бұрылып, қарауға да үлгермедім. Достарының арасына түсіп қалдым. Шамилeu, осымен ұшықтарым, телдеріне телгі пысықтардың. Кеше мен махаббатқа ішіп бардым. Бардымдағы отырдым қарсы қарап, ол да отыр, түрі жоқ қалсырамақ. Сұқтанған жат көздерден жасқандымда тайып тұрдым. Қашан дәл шыдамақ. Тіл қатып, тіс жармадым, үндемедім. Білмеймін, білгенімде білмегенім. Мен деген саудан біткен саудагермін. Керегім бола қойсын кімге менің. Уа шіркін, қайран күндер, сайран күндер. Қанатын бақыт құсы жайған күндер. Жалт бұрылып, оқыс бір қарағанда жүзінен жүрек сынып тайған күндер. Сол күндер ғой, жүректің аңсағаны, соған шөлдеп айызым тамсанады. Өкініш пе, білмеймін, қуаныш па, өз-өзінен жүрегім ән салады. Әнсіз өміріне қансымай ма? Жүрегімде өртектер жан шымай ма? Махаббатқа арнап бір ән шығарсын. Шамилeu, шәмші қайда, шәмші қайда, шәмші қайда. Тағы да бір таңдандырсын, жүректі жандандырсын. Мәңгі өлмейтін махаббатым айта жүрек, мәңгі өлмейтін ән қалдырсын. Махаббат бүгін жайып қарамады, жанымды жаралады. Шамилeu, білесің бе, шын махаббат осылай қарамаудан жаралады. Мейлі ол қарамасын, түсінбесін, осылай асқақ болып кішірмесін. Бастан алып баратқан тал түсіме тағдырым көлеңкесін түсірмесін. Шамил, шаршадым, қалжырадым, ет-жүрегім езілді, қанжылады. Түрім менің науқастың сандырағы, құным менің тазының қарғы бауыр. Темір емес, мен дағы адаммын ғой, аннан емес адамнан жаралдым ғой. Шамилeu, тұңғиыққа қамалдым ғой, қайтермін, қайда барып жазармын ғой. Тағы түн, тағы менен ұйқы қашты, қайтермін қаныраған күйкі басты. Алдыма мынау фәни тұр жалаңаш, шығарып тілін маған сиқын ашты. Махаббат менен кеткен бөлікте жүр, менде бір жасын түскен теректе бір. Тіршілік махаббаттан таралған ғой. Шамилeu, айтшы маған, келіп бұндар. Құрақбай Мұрасқа деген қошеметтеріңіз. Нағыз талант, нағыз өнер иесі Құрақбай Мұрас. Тағы да бір қошемет қояйық, құрметті достар. Келесі кезекте сахна төрінде Париждағы Махаббат театрландырылған көрінісімен биология, география факультетінің жеңімпаз студенттерін қарсы алыңыздар. Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi?
Париждағы махаббат. Ал біз енді келесі кезек номинациямызға кезек берейік. Ол шоу бағдарламалар жүргізушісі. Және де бұл номинация бойынша жеңімпаздарды марапаттау үшін сахнаға студенттер сарайының көркем сөз студиясының жетекшісі Мейрамбекұлы Еркебұлан шақырамыз. Белсенді қатысқан үшін шет тілдер факультеті Жанат Бурлен. Белсенді қатысқан үшін филология факультеті Серікбай Аружан. Және де белсенді қатысқан үшін математика және ақпараттық технологиялары Жазызақова Аружан марапатталады. Физика, техника факультеті Нұрбергенұлы Нұрбол. Физика, технология факультеті. Жүлделі үшінші орын иегерлері. Химия факультеті Наукенова Еркемай. Жүлделі үшінші орын иегері. Филология факультеті Ыбырай Мирас. Жүлделі үшінші орын иегері. Педагогика факультеті Қабылтай Аружан. Үшінші орын иегерлеріне құрмет қошеметтеріңіз, достар. Жүлделі екінші орын иегері. Филология факультеті Шарибекова Ақбота. Жүлделі екінші орын иегері. Философия және психология факультеті Аркенова Алина. Және де барлығы күткен бірінші орын. Бірінші орын иегері филология факультеті Ғани Ералы. Барлық жеңімпаздарымызға қолдау қошемет көрсетіп отырайық. Құрметті иегерлер, естелікке суретке түссеңіздер және де сахнаға жайғассаңыздар. А теперь на сцене выступает от имени жюри известный рэпер «Контент» Азат Муратович. Встречайте! Сидим в машине с братишкой, потихоньку пишем стишки. Захотелось навести суеты, только пол братчика гони. Утомиться топором, пусти город, я не пришпорим. Пьем по полной, пьем попкорн, двигаем ровно, я и мой ровный. Кружится бенз, чумалка, без ключей, больница. Сам, блядь, остаются вилки, дэнсы сияют вы с рэпа, сука, Пеппа, Букинген, забил хейт в моих генах, стиль по бедным, черно-белым. Вылетает хуки типа пау-пау-пау, залетает трэш, пау-пау-пау. Набираю ляма где-то полтора, я затру границы, нет потолка. Вылетает хуки типа пау-пау-пау, залетает трэш, пау-пау-пау.
не артист, я лишь актер. Не умею петь, но могу во флоу. Чувствую битбол, Дэми Хантон, звуковой тон знает весь двор и весь район. Это мой бро, да, это мой бро. Добро должно быть с кулаками. Добро снести, значит зались. Нет, ты же с такими вот типами. Много были в реальном штиками. Дамы любят GTE, дамы любят GTE, дамы любят GTE, дамы любят GTE. Вылетает хуй типа пау-пау-пау, залетает в тренд, теле пау-пау-пау. Набираю ляма где-то 1,5, я сотру границу, нет потолка. Вылетает хуй типа пау-пау-пау, залетает в тренд, теле пау-пау-пау. Набираю ляма где-то 1,5, я сотру границу, нет потолка. Вау, это было круто и зажигательно. Еще раз поаплодируем нашему рэперу Контент. Я өте керемет болды. Ал бізде алдымызда ең маңызды шешуші көңіл толқытар сәтте келіп жетті. Иә, дұрыс айтасың Еркебұлан, ол кім болды екен, оны дәл қазір сіз бен біз болып білетін боламыз. Давайте вместе узнаем обладателя Гран-при. Итак, для вручения Гран-при конкурса «Мы ищем таланты 2022» на сцену приглашаются директор Дворца студентов Каролинского университета имени Евгения Арслановича Букетова Гаркуша Кира Георгиевна. Және де студенттер сарайының жастар вокалдық студиясының солисті Серік Темірланда сахна төріне құрмет қошеметпен шақырамыз. Яғни құрметті достар, аздаған уақыттан соң біздің 2 айға жуық уақытқа созылған «Біз дарындыны іздейміз 2022» байқауының гран-при иегерін анықтайтын боламыз. Қайырлы кеш, құрметті студенттер, оқытушылар, қадірлі қонақтар. Халықаралық студенттер күні құтты болсын. Дорогие студенты, дорогие преподаватели, дорогие наши гости, действительно, во-первых, хочу поздравить всех с замечательным днем, Международным днем студента. 17 ноября этот день объявлен как день международной консолидации всего студенческого сообщества, всех стран, континентов и, наверное, всех времен. Давайте вспомним, что творчество – это обязательный атрибут студенческой жизни. Вспомним, что всего лишь 1000 лет назад бродячие студенты, ваганты шли из университета в университет и сочиняли какие-то стихи и частушки, которые стали впоследствии международным студенческим гимном «Гаут Амус». Я вам всем желаю, во-первых, профессиональных успехов и постижения профессиональных дисциплин и наук. И, конечно же, творчество. И желаю всем вам действительно, может быть, сочинить тоже что-то такое на века. И через 1000 лет какие-то будущие студенты будут читать и исполнять ваши стихи и песни. А пока что с праздником! Победителю Гран-при вручается диплом лауреата, кубок победителя и денежная премия в размере 15 000 тенге. Иә, құрметті көрермендер, құрметті қолдаушылар, көптен күткен уақытта келіп жетті. Олай болса, алдарыңызда «Біз дарындыны іздейміз 2022» байқауының гран-при иегері, филология факультетінің студенті Абентаева Дильназ. Гран-при! Кәдеге құрметті достар, құрметті көрермендер, гран-при иегері деген құрмет, қошеметтеріңіз болсын. Біз дарындыны іздейміздің бас жүлдесі. Абентаева Дильназ. Біз дарындыны іздейміз 2022 байқауының гран-при иегері. Естелік суретке түсіп, сахна төріне жайғасыңыздар болады. И я еще позволю себе напомнить, что все, кто сегодня стоит на этой сцене, наши студенты, ведущие, члены жюри, это наши
участники прошлых лет вот такого же конкурса «Мы ищем таланты». И я думаю, что нынешние победители – это те, кто действительно вольется в нашу большую творческую команду. И каждого из вас мы будем рады видеть и слышать на этой уже теперь легендарной сцене Дворца студентов Карагандинского университета имени Букетова. Сіздерге көптен көп рахмет айтамыз және де сахна төріне жайғасуға рұқсат етеміз. Қошеметтеріңіз болсын тағы да. Олай болса, құрметті көрермендер, алдарыңызда біз дарындыны іздейміз 2022 байқауының гран-при иегері Абентаева Дильназды махаббат дастан әнімен қарсы алыңыздар. Құрмет қошеметтеріңіз болсын.
жандырды жүрегіммен ұнатым ахоу жеке дара шапқан мұза жүрек менің құмарым әсемәне тәттігі қойшын өмірлік сыңарым Бүгінгі гала концертімізге қатысушылар мен аса қадірменді көрермендер, осымен 1,5 айға созылған мықтылардың мықтысы сыналған біз дарындыны іздейміз 2022 байқауы өз мәресіне келіп жетті. Қатысқан барша қатысушыларымызға шығармашылық табыс пен өнерден жолдарына сәттілік тілейміз. Студенттер сарайы сіздер үшін әрдайым ашық, келесі кездескенше саламатта болыңыздар. Барша қатысушыларды бүгінгі жеңістерімен шын жүректен құттықтаймыз. Өнердегі жолдарыңыз әрдайым ашық болсын деп тілейміз. Present has no meaning.
night to get lucky. We're up all 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 night to get She's up all night to the sound. I'm up all night to get sound. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sound. We're up all night to get sound. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night